Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау баяғыда айтып ғой сіздерге, Арменияда жағы депутаттар отырған, өкімет отырған жерге армян азаматтар автоматтармен кіріп кетті, пытырлатып алып тастады жағы депутаттармен жағы өкіметті. Мен оғандай неғыңдар деп шақырып атқан жоқ, неғып атқан жоқ, бірақ іші до того күйіп жатыр, мен ашуым шығып жатыр. Мынау біздің билікке мысалы жағы немнеге 1 миллион орыс кірді дейді бізге. Түсіндіңіз ме? Немеге СМИге сенсек. Заңды шығарды, мына Қазақстан азаматтығын ВНЖ-сін алатын адам, ол қазақша білмейтін адамды алмаймыз деген деп өтіріктен шығатты да, артынша қалай ол 1 миллион адам алады? Ол бізді Крым сияқты құртпақшы ғой, Крымды сияқты басып алады, пока оларға бұйрық берді, орыс азаматтарға, ФСБ-лері, пока молчите, тишину ловите деп. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп, оның үстіне мынау қазақтар былтыр 3 мың кірсе, мынау биыл 2-3 айдың ішінде 14 мың орыстар кіріп кеткен, ВНЖ алып. Қалай алады ол? Қалай ол тілді білмей алады? Түсіндіңіздер ма? Кейін жағы мынау немнені бізді қаптап кетті. Қазір көрсеңіз рекламада да жағы немелерді бәрі орыстар жағы, медицина болсын, басқа жағынан болсын орыстар. Олар үндемей отыр пока. Сөйт не қылып атыр. Қазақтар да әртүрлі заңменен кириллицамен не қылып, мынаны оқы, айт дейді, ол кириллицаны өмірде көрмеген, мына қазақ емес деп қайтарып, қазақтарды алмайды. Солтүстік Қазақстанға тиын бөліп тұратын еді бір, әшейін тиын көшіп барғанға жағы үй көмектесеміз алуға, ояқта әшейін тастап кеткен ғой үйлер. Бүйтем, сөйтем, сонда да кесіп тастапты. Ол не үшін айтып отыр? Ол айтып отқан, что ояқтың қазақтарын бармасын жағы Ресейге береді. Мына жерде қазір Ресей мен Алтайдың жағы немнесін біз әлі жағы шекарасын неғылған жоқпыз дейді. Түсіндіңіз ба? Ол тағы Құдай біледі бермекші Ресейге. Олар анау Белуха дейтін бар ғой пик. Соған қызығып жүр жағы Өскемендегі Шығыс Қазақстан облыстағы. Түсіндіңіз ба? Онды да неғып жері мүмкін. Сөйтіп мына жақта Шаденов дейтін жағы министр жаңа өзеннен бүйтіп естімейге сенсек қолым бәрі қан дейді, жаңа өзеннен бүйтіп. Сол халықты қорқып жатыр, межнациональный согласие неғылғандар да 20 жыл береді деп. Сол орыстарға тиіспеңдер дегені ғой. 9 марда бәрін көрдіңдер жағы. Бәрі рұқсат берді жағы жүруге, шеруге. Мына ішінде әкімді жүрді, орыстардың ортасында полицияны тығып қойған. Қазақтар тиіспесін деп қорғап жатыр. Түсіндіңіздер ма? Сонда біз не болғанбыз? Біреусі қазақ бізді әшейін Крым сияқты алып қоймақшы. Ана орыстарды жағы депутаты бар, жағы пропагандистер бар. О, надо Қазақстан захватить, бүйтеді, сөйтеді деген. О, менің пікірім күмән бойынша біздіңкілер сұранады, ақша береді. Сөйтіп айтшы біз, сөйтіп мына амал жоқтың қорққанынан сөйтіп жатырмыз, тишік болсын деп сөйтіп жатсын деп не отыр. Бәлем бәрі болса немнен қойды. Смолда анау қызды жағы қызымызды, сүйкімді қызымызды жағы айтқызып, мен сен жағы орысша жауап бермеймін, қазақша деп сөйтіп алдайды халықты. Оның бәрі өтірік. Ол қыз әшейін айтуға да қорқады, жұмыстан алып тастайды. Мына жақта Көкшетауда жағы охранада тұратын орыс мектепте қазақ әйелді орысша сөйлейді деп жібермей қойды. Оған нақты 4 жыл бермейді, мынау біздің жағы немне сияқты. Бауырымызға беріп жеді Мишуиновқа. Түсіндіңіздер ме? Бұның барлығы бізде түбімен не қылмақшы? Қазақстанды оккупировать етті, так. Байлығымызды алды, байлығымыз бәрін жағы содиеві бар, жағы мынау киімі бар. Жаңадан жас жігіт жағы табанасына миллиардер болып кеткен ол бар. Жағаны киім цехай басқалар бар, соларға тонатқызып жатыр, Америкаға беріп жатыр, Израильге беріп жатыр, Ресейге беріп жатыр, өзіміз қарыз басып болса, ертең кім оны төлейді? Японияны сөйтіп қарыз тағы алып жатырмыз. Түсіндіңіздер ма? Заңдардың бәрін. Соны енді мына жердегі министр жағы еңбек министрі, ана қыз баласымен көтеріп жүріп, көркін көру үшін жағы курьер болып жүрсе, жағыларға, бастықтарға, сол компанияларға айту керек, ондай адамдар жұмысқа алмаңдар деп, сөйтіп ол вообще фашизм ол настоящий. Аш қалдырмақшы. Туған туысқандар Шымкентте тұрады, жақсы тұрады, бүйтеді. Жақсы тұрса жүре ме қыз осылай күн көре алмай? Нағыз ол министрді жағы жұмыстан алып тастауға талап етеді. Анау жағы 1 миллион орыстарды шығарып жесін қайтадан. 14 мың жағы биыл келген жағы орыс, Ресей азаматтар біздегі ВНЖ алды, оларды аннулировать етсін олардың жағы, ВНЖ алғандарын. Ол қылмыс.
госизмена дейді. Олар бізді сияқты технично ертең жағы дауыс болса да, жағы күшпен болса да ертең бізді басып алады олар. Түсіндіңіздер ме? Қазір байқайсың, мына жерде әше мынау терең суда бар ғой, әшейін наркомандар уже жүр, анау жас балалар. Сол ішінде сомыл. Орсын бала, екі сөздің біреуі боғау сөз. Оларға айтып қойған уже балалар, индемей тише воды ниже травы до поры до времени сидите дейді. Түсіндіңіз ба? Оның бәрін істеп жатқан біздің билік, біздің немнесі, қолмен жасап жатқан немене. Мынау Монголиядан келген, жағы Ираннан келген, Қытайдан келген қазақтар қазақша сөйлемейді, олар кириллицаны оқи алмайды, сонда олар азаматтық ала алмайды. Айтып отырмын ғой, 3 мың былтыр азаматтық алып кірді. Биыл орыстар 3-2 айдың ішінде 14 мың кіріп кетті. Көрдіңіз ба? 1 миллион бенз алған, 1 миллион тағы кіріп кеткені бар. Сонда бізді әшейін папуас сияқты, әшейін бір мал сияқты ма, сөйтіп алдап жатқаны ғой билік. Өтіріктен жағы депутат сөйлеп, мен айлығым 900 мың, әйелім сол үшін жұмысқа кірейін деп жатыр. Ол өтірік, ол бұйрық берген. Баяғыда айтып еді, 2 миллион ба, 2,5 миллион ба айлығы деп. Ол қалай 9 мың болып қалады? Сөйтіп біздің бәрін ақымақ қылып, жағы мынау Сәденов сияқты, Сағынбаев сияқтыларда жағы үстімізде не қойған, надзиратель сияқты. Атып өлтіреміз, жағы түрмеге тығамыз, айтса басқаша өлтіреміз деп не қойды. Өткенде өздерін көріңдер, жағы Сәденов, сен өзіңді менмен санап отырсың ба? Мен айттым ғой саған, сен жағы Сағынбаев екеуің, жағы Ким, Шадиев бар, Муталип бар, басқаларың бар. Бір жерде гражданка жүрсек, сендер менің аяғымды жуып, сол талас аяғымды ішетіңдер, сол кір суды аяғымнан, түсіндің ба? Сен мені өзің сияқты деп санадың ба? Жаңа қайдағы бір полицейский бандиттер жіберіп қорқытам деп, енді аузын жаптым деп. Сен қолың мына жерге сен смейге сенсек, Жаңаөзен өз халқыңды атыпсың. Сен кімді қорқытпарсың? Сен нағыз анандай мемлекетте сен уже госизменниксің, бүйтіп қарасаң. Мен пікірім, күмәнім бойынша, болжам бойынша. Мүмкін сен ондай емес шығарсың. Притворяйся. Бірақ енді ондай адамдарды, күшті адамдарды, оларда жағы баяғыда ешқандай билікке жақындатқызбайды. Оңкей ояқа чмо, негодяй, подлецтерді қояды жағы. Мен пікірім, күмән бойынша, который жағы өзін туған анасын жағы бұйрық берсе зорлап жіберетін елдің көзінше. Ол тек қана мен пікірім, күмән, көзқарасы. Мүмкін ондай емес шығар. Бірақ енді сендер қойыңдар, мынау талаптарын бәрін орыңдар. Мынау 1 миллионды шығарып жіберіңдер қайтадан. Қайтадан мынау 14 мың аннулировать етіңдер жағы ÖBNЖ-ні. Мынау еңбек министр жұмыстан алып тастаңдар по отрицательным мотивам. Сөйтіп Қазақстанды әлі кеш емес. Мынау барлығын жағы кейбіреулерін арестке алып билікте отырғандарын. Сөйтіп жағы мынау тонап алған ақшаның бәрін қайтарыңдар халыққа. Сөйтіп әжептәуір халық мемлекет болып келешегін ойлау. Ертең келешегіміз не болады? Келешегіміз уже жоқ. Мемлекетіміз жоқ, тек қана қағазда. Қағазда да жоқ. Жақында осы Тоқаев немнемен жүр дейді, Евросоюзбен сөйлесіп, олар айтып жатыр дейді, жағы немнеге бизнестерін осы жерге тығуға. Біз сен бизнестерді тығуға көнбесең, саған расследование жасаймыз. Жаңағы анау 22 қаңтарда сен аттың бүйттің десе, ол көне салады деп ойлаймын мен. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп 1 миллион Қытай келсе, 1 миллион уже орыстар келді. Уже асып баратыр. Тағы да миллиондаған бизнестер келсе, уже қазір өзінде біз жоқпыз. Традицияны құртып жатсыңдар, мынау жағы Мұхтар Жакишев сияқты болсын бір қазақтардың бәрі. Сонда жағы біз сендерге мен жағы тимейміз дегенде сондайға келтіріп жатсыңдар. Осы жерде айтылған мен пікіріме, көзқарасыма, күмәніме, болжам өздерінің көзқарастарын қалдырсаңыз болады. Бірақ мен талабым министрді алып тастаңдар по отрицательному мотивам. 1 миллион орыстар шығарып жіберіңдер қайтадан. Мынау 14 мың орыстарды жағы келген жағы ВНЖ алған, оларды аннулировать етіңдер. Сөйтіп бері қараңдар сендер, өкімет. Халықтың келешегін ойлаңдар. Сендер алатын алып, асарын асап не қылыңдар. Енді кетсеңдер де болады. Келешекті ойласаңдаршы мынау, іш болмаса. Әлі кеш емес мынау. Біз жоқ болып алайын деп тұрмыз ғой. Жақсы, рахмет.